14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қаршыға сен ба? Ораза қайда? Ораза бітті ғой. Қалай бітті? Қалай бітті? Басталған енді емес па? Не ғой мен? Анау басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн сөйтіп, сондай стильмен тұтып атырмын да. Оны қақында болдың тағы? Қақтан бар? 3 күндегі қақындаптың? Шариғатта сөйтіп жазылған ғой. Қай жерінде жазылыпты ол? Мен қай жерінде екенін точно айтамаймын мен. Бірақ сөйтіп бар деп естідім ғой, сондай біз сияқты новичоктерге бола береді деп естідім ғой. Сен таза мынандай екенсің, не? Бесен жындысың ба сен? Қалай 3 күн ортасында 3 күн? Ол балиғат жасқа толмаған балаларға арналған тәсіл ғой, ақымақ. Сен сияқты пайғамбар жасына кеп қалғандарға болмайды ол. Қойсаңшы, пайғамбар жас деп мен. Не енді? Жаспыз ғой. Қақын жассың сен. Сен мына жасың балиғат жасына қарағанда пайғамбар жасына жақын тұр ғой қазір. Ақымақ. Ақымақ, ақымақ. Қарным ашып кетті. Қарным ашып кетті. Адамды күйдіресің не? Болмайды ғой ол. Аба бергізіңізші. Қызық болып отыр мына мынаны қараңыз. Ой. Таза ми ашып қойған мынаның. Ораза бастағанда басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн тұтсам болды дейді. Бола ма не ондай не? Ондай жоқ қой Қаршыға. Айландырған 30 күн оразаны толығымен өтегенге не жетсін? Не істейін енді? Қайт, не ғой? Жарайды енді, жей бір. Білмей істегенді Құдайым өз кешіреді дейді. Бірақ ертеңнен бастап жақсылап ұстайсың. Ал мына бір күніңді айт өткеннен кейін ұстауың керек. Болды. Толықтыруың керек. Жақсылап тойып жеп алған. Қарным ашып кетті. Қалаға барым керек, шаруаларым көп. 5 шашлық қойдырасаңшы Жездеке. Кетуім керек. Ой. Жарайды енді, ас болсын. Ой, не болды сонша Жездеке 5 шашлықке болды, сонша ашуланып. Өзім ақ төлеймін ақшасын. Yapsay. Nekas. Bola mı? Gel. Gel. Koluna gel. Yok mu? Yok. Olmaz işte. Babam. Gel. Gel. Менде бір идея бар. Қандай идея? Идея деген не ол? Ой, естерінде мен Құспанат айтып еді ғой. Рамазан айында көп жақсылық жасау керек деп. Мүмкін біз күніне бір жақсылық жасаймыз? Қандай жақсылық жасаймыз? Оны ойланбаппын. Әсет, сенде қандай идея бар? Мүмкін бүйтсекші. Далаға барып, бір апаны жолдың арғы бетіне өткізсекші. Ой, Ол апаны қақтан таппақшысың? Жолдан табылады ғой любой апа.
чипсыны ішіп жатыр ма? жоқ. Не, салатқа қосқан шығар? Иә. Мүмкін көп картоп ашып қоярмыз. Мүмкін бүйтсекші, сенің апаңды жолдың арғы бетіне өткізсекші. Ой, сен де. Мен қас келем. Не ғой? Тамақты неғып елден тығылып жеуіміз керек? Бәріне біз ораза ұстап жатырық деп айтқан жоқпыз ба? Елдің алдында жесек, ұят болмай ма? Ел жейік. Ассалаумағалейкум. Қонақжай қазағымның үйі Аспандерге қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум аға. Ой, уағалейкум ассалам. Ой, жігермесең? Дәл өзі аға. Охо, жігер Ауыпбаев. Саған. Осы қанша күн болды, біз күннен күнге біздің осы мейрамханаға жұлдыздар ағылып келіп жатыр ғой, Енді аға, енді ағылмағанда қайтеді енді. Мейрамхананы жұлдыздарға жарнамалатып жатсыздар. Олсы бар екен ғой. Ал, бізде кетіп қалдық енді мінекей. Айта көріңіз, сіз нема, ораза ұстаған жоқсыз ба? Негіз аузым бері келді, бірақ енді сапарда жүргеннен кейін, одан кейін сәл сырқаттан кейін ашып тастадым. Сәл кішкене енді ол жағынан жеңілдік бар шығар енді. Ой, бұл енді ислам дінінде жалпы адамға ең жеңіл діннің осы ислам дін. Сапарда сырқаттанға жеңілдік бар. Ал, не тапсырыс бересіз? Қазір Рамазан келсін, бірге тапсырыс береміз сізге. Рамазан. Керемет. Жарайды онда. Көре беріңіздер қазір. Мынаны кім ашып тастаған? Мырзахан аға ма? Аға, мынаны сіз ашыдыңыз ба? Нені? Картопты. Неміне жетпеген маған не? Картоп аштырайын деп бендір. Анамнан қойындар да, дайындауындар. Бізге Рамазан ыстамға зүйіп келе жатыр. Қойыңыз Рамазан аға келді ма не? Дайындауындар. Аха, дайын мұнаға. Үстіңде емес, тамағың дайында. Фата. Фата десе, фата осы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Рамазан қалайсың ба? Кел отыр. Күштер екен, керемет жер. Ассалаумағалейкум. Ой, Раке. Алейкум ассалам. Рамазан не осы жігіт? Танымыз ғой бұл жігіт. Ой, мынау егіз бар, өнер адамдарын телевизиядан көрген бөлек, өмірде көрген бөлек, Негіз бірінші рет Рамазанмен кездесіп тұрмын. Тіпті кездескен былай тұрсын, атымен түрі қатар бірінші рет естіп тұрмын да. Айтпесе мұны постоянно біз телевизиядан көргенде айналайындағы бала, болмаса бизнес по казахскийдегі бала деп айтып жүреміз постоянно. Енді халық кейіпкерлерімен танып атса, ол да бір мәртебе ғой. Асанәлі ағамызды Бекежан деп, Құман ағамызды Төлеген деп таныған сияқты. Дұрыс. Сол? Алла сол ағаларыңның жолын берсін. Амин. Бәрекелді. Ой. Дұрыс, тапсырыс берсіңдерші. Рамазан. Сіз бере беріңіз, Жеке аға, мен оразамын. Сен аузың беріп па? Мен шыдай тұрамын ғой. Қабыл болсын. Солай ма? Онда бірге сіздермен бірге күтіп, бірге ішейік тамақтан. Жос, іше берсеңіз шаға, біз үйреніп кеткенбіз, іштен кетпейді. Жо енді оразаға деген құрмет бар дегенде енді. Баяғыда бір мұсылман емес кісі өзінің баласының жұрттың көзінше ораза айында тамақтанып жүргенін көреді да, баласына қатты ұрсады. Ей балам, сен ораза болмасаң да біздің мұсылман көршілеріміз ораза, олар ауыз бекіткен. Соларға деген құрметің қайда деп. Сол оразаға деген құрметі үшін әлгі кісі өлер шағында жан тапсырып жатқанда кәлиманы айтып, мұсылман болып бақты бұйырған екен. Бұл мінекей оразаға деген құрмет. Құрметтің сауабы осындай. Бір шама уақыт бар екен. Жоқ енді бәрін. Әңгіме жол қысқартады деген сияқты, онда кішкене әңгімелесіп отырайық. Ал,
не жаңалықтарың болып жатыр? Не қылып жатсыңдар? Тып-тыныш, кафені өлтіріпсіздер. Керемет. Қазақ нақышта, иә. Өзімдікі болғанда, мен ішлей өзімдікі деп те айта алмаймын. Бұл анау қайным дейін ба, балдызым дейін ба, әйтеуір әйелімнің туған інісі бар, Қаршыға деген. Сол осыны жалға алған, осы күйі. Сонымен өзі жалға алғаннан кейін аяқпен жұмыстарға кетіп қалады. Өзім дөңгелетіп жүргізіп жатырмын енді. Берекелі болсын, керемет. Берекелі болсын. Рахмет. Болып жатыр енді. Адам келе ме әйтеуір? Жайлап, енді жарнамасын енді жасап жатырық қой. Мына жерге келмесе енді білмеймін енді. Бұл қазақи. Жаңадан ашылып жатырмыз. Енді Құдай қаласа болып кететін шығар деп жатырық. Себебі әр қазақи нақышта, одан кейін мына сырт жақта біздің тура мына таудың етегінде летниктер бар. Тапчандар бар, киіз үйлер. Банкет істейін десе мына жағында үлкен залдар бар. Үлкен залымыз бар. Құдай қаласа болып кететін шығар. Болады. Үміт қоян болып кететін. Болып кетсін олай. Құдай қаласа. Бұйырса енді. Өздерің не қыласыңдар? Не жаңалық? Өзің қалай? Көрінбейсіз. Шығармашылық деп күн үстіне ұйқы жоқ жүрміз. Өзі экран қойсақ жігер шықса екен деп, немесе радио қосылса бір жігердің әні болса екен деп сүйсініп тыңдап жүретін жанкүйердің біреуі мен. Ой, рахмет аға. Жігержан көргенім қуанып отырмын. Бір рахмет. Жеке концерт беретін алда нең жоқ. Сені білмей мен өзім күтіп жүрмін. Енді жеке концертке, иә, мен өзім де күтіп жүрмін сол жеке шығармашылық кешінде. Мен де күтіп жүрмін. Сол бұйырса осы қазір барлық күшімнің барлығын сол жеке шығармашылық кеш өткізуге асығып барынша соған салып жатырмын. Күндіз-түні жаңағы студиядан шықпай, жаңа әндерді, жаңа тың дүниелерді шығарып, одан кейін осы қазақ нақышта өзіміздің қазақтың қара домбырасымен біраз халыққа ұсынарымыз да бар. Бұйырса оның барлығын сіздермен бірге сол жақсылықтардың бәрін көре жатармыз. Енді қанша дегенмен енді көкейде жатқан ой ғой енді, бірақ енді топтан неге кеттің деген сұрақ онсыз да мезі шығарып жатқан жар. Ана журналистер де одан сайын езгілеп шаршатып жібергенін мен өзім қызығушылығымда мен енді неге кеттің деп сұрамай-ақ қояйын. Жалпы енді қалай енді қазір топпен жұмыс істеп үйреніп қалдыңыз? Қазір жеке екеуінің айырмашылығы қалай? Жеке жақсы ма екен или топпен дұрыс па деген ой ғой енді менде. Енді екеуінің айырмашылығы топпен жұмыс жасағанда 4 адам ақылдасасың, жеке жұмыс жасағанда өзің жалғыз. Бірақ енді қазір Аллаға шүкір жанында командам бар, солармен бірге ақылдасамыз. Шүкір жаман емес. Осы бір жылдың ішінде біраз тыңдармандарымызға біраз дүниелерді ұсындық. Негізінде еңбектенетін болсаң, әр нәрсенің берекесін көруге болады екен. Иә, еңбектің түбі береке дейді ғой. Иә, Құдай қаласа жұмысыңыз алға баса берсін. Рахмет. Тілеулеспіз ғой. Рахмет. Рамазан, сен ше? Қандай киноға түсіп жүрсің дегендей? Осы отырысының өзі бір кино ғой. Бұның өзі жүрісінің өзі қызық. Енді бұрын ол кезде Жігер ағам меломенде ең шығып бастаған кезінде кәдімгідей теледидарды қосып, телміріп, әншілер, жұлдыздар не айтады екен деп жататынбыз ғой. Сол кезде жоспарыңыз қандай деген журналистің сұрағына әншілер енді құпия деп жауап берген кезде кәдімгідей тағатымыз таусылып қалатынбыз да. Сол сияқты мен де сөйтіп жауап берейін. Құпия. Құпия деген фильмге түсіп отыр екен. Жарайды, енді асығып күтеміз енді сол құпияның ашылғанына. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Бірақ енді анау жігітке жеті өнер де аз дейді ғой. Мау көп кісілерден естеймін, кинодан бөлек ақындығың бар екен, айтпайды екенсіз, ел жұртқа. Бір өлең оқып бересіз бе бізге? Оқып берем. Менің ойымша әр қазақ ақын деп ойлаймын. Сондықтан менің азын аулық ақындығым таңғаларлықтай нәрсе емес. Қадыр атамыз айтады ғой, өнерсіз адам болса да өнерсіз қазақ болмайды деп. Кинода жүрген кезде де ақындығым тастамаймын. Өткен енді менің атамның әкесі сондай ел арасында ақын кісі болған екен. Қанда бар нәрсені қалай жұлып тастай аламын. Өлең оқып берейін ба? Оқып берейін. Тамаша болар еді. Оқып берші Рамазан. Күн жақындаса жапырылмай ма мұздықтар, көтере алмай самала нұрдың салмағын. Менің бойымда ғажайып екемсіздік бар, ол адамдарға арамдық істей алмауым. Жерге түсетін тек жерлеу үшін түлкіні, мен қыран құспын, іздемей тұғым бақталас, тіл жағын қышып тілдегін келсе бір күні, артын ойламас, аңқаулығымды бетке бас. Тағдырлар қанша, мазмұны сұмдық,
күлкілі, өмірден өткен қарғысын елдің арқалап, марқайтайын деп мақтағың келсе бір күні, арамдығы жоқ, ардың ұлы деп арқағақ, арда заматқа айналғанымда халықтық, қарақшы ажал бір төбешікке жасырар, сол кезде мені аңқылдап келіп жарықтық, арамдық істей алмай кетті-ау деп есіңе ал. Деп жазып қоям арасында. Өзің жаздың ба? Өзім жаздым. Керемет. Өткенде ақшқа барып келді бұлар. Иә. ақшқа барып киноға түсіп келді. Оны енді желіден бәрін байқап отырмын мен. Енді мен сұрайын деп отқаным, жалпы енді ақшты көрдіңіз. Өзіңіз Қазақстан тумасыз. Жалпы енді екеуінің айырмашылығы, арақашықтығы қалай? Үйренер жағы, жиренер жағы қандай екен? Мен енді Құдай қолдап ақшта 3 рет болдым. 3 рет болдым, бірақ 3 рет барғанымда да осы 1-2 күн өтпей Қазақстан сағынып тұратын. Американың халқы, жаңағы енді технологиясы, дамығандығы бізден озық, әрине. Халқы үнемі күліп жүреді, бір-біріне ізет көрсетіп деген сияқты. Бірақ бауырмалдық жағынан келгенде, қанның тазалығы жағынан келгенде біздің қазаққа жетпейді. Менің ойымша біздің қазаққа ешқандай ел жетпейтін сияқты бауырмалдық келгенде. Соны түсіндім. Шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Дұрыс. О! Ауыз ашарға 15 минут қапты. Бәрекелді міне. Онда сіздер отыра беріңіздер. Мен су-пу, ауыз ашатын тағамды дайындатайын. Әдемілеп. Кім бар мына жақта? Балық бар ма екен, балық? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Я Алла. Бір өзіңе сендік, бір өзіңе иман келтірдік, бір өзіңе тәуекел еттік. Я Алла, өзіңнің разылығың үшін 30 күн ораза тұттық. Я Аллах тағала, енді міне өзіңнің разылығың үшін, өзіңнің берген арзық несібеңнің арқасында ауыз ашып отырмыз. Жаратқан жаппар ем, біздің біліп-білмей істеген күнәларымызды кешіре көр. Я Алла, жасырын жария жасаған күнәларымызды кешіре көр. Осы тұтқан оразамызды Аллах тағала өзің қабыл ете көр, мұратымызды асыл ете көр. Аумин. Аллаху акбар. Йо, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал, мына жеттік ау. Жеттік. Су. О, шүкір. Осы ләззаты да осы. Нем істемей жатыр ше? Калькулятор да істемей жатыр ғой даже. Дәрім іш болайшы, тоқташы. Вот трепанки, морской еж. Бәсе, айттым ғой 4,5 деп. Сол 4,5 есептей алмай жатырмын ғой. Мына органик лайф болмаса тұратын мына жер бүйтіп. Армандаймыз бақытты жанұяның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның жүнде. Үлкен үйде жастықты сағындырған шағы бар, қарттықтың мағыналым